Теріге пайдалы жеміс-жидектер. Көктем өтіп, жаз келе терімізде өзгерістер болатынын байқап жатамыз. Дақтар пайда болып, бөртуі де мүмкін. Мұндай жағдай көбіне теріге қысқа ауа райынан кейін дәрумендер жетіспеуінен болады. Дерматолог мамандар теріге пайдалы жеміс-жидекті әркез айтып келеді. Ал жақында диетолог мамандар да теріге қажетті дәрумендерге бай жеміс-жидектің тізімін ұсынды. Ол тізімде бірінші болып авокадо жемісі тұр. Авокадо ағза үшін аса пайдалы жеміс. Онда бет терісінің жас қалпын сақтайтын Е дәрумені бар. Авокадо жүрек талмасының алдын алып, күйзеліспен күресуге көмектесе алады және терінің тез жазылуына әсер етеді. Анар. Косметолог мамандар көп тұтынуға кеңес беретін жеміс. Ол терінің зақымдануынан қорғайды, теріні қалпына келтіру процестерін тездетеді. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына көмектеседі. Ананас та теріге аса пайдалы жеміс-жидектердің қатарына жатады. 100 грамм ананастың 80% дәруменге толы, әсіресе С дәрумені. Сонымен қатар жемістің құрамында жүйке жүйелері мен иммунды жүйелердің қалыпты жұмыс жасауына көмектесетін В1 және В6 дәрумендері де бар. Теріге С дәрумені жетпесе, тері түссізденіп қартаяды. Егер дәрумен ағзада жеткілікті болса, тері нұрланып сұлу көрінеді. Сонымен қатар қабынуға және терідегі түрлі жаралардың тез жазылуына әсер етіп, қан тамырларының қызметін жақсартады. Ананас терідегі қара дақтар мен бөртпелердің кетуіне көмектеседі. Банан құрамында Е және А дәрумендері бар. Бұл дәрумендер тері үшін өте пайдалы, ал банан қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті бетіңізді, мойныңызды бананмен сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжім түсуі азаяды. Басқа да қызықты мәліметтерді және фактілерді білгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған Бастайық каналы.